Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен азиялық ет пісіру рецептімен бөлісемін. Етті жұқа қабаттарға бөліп тураймыз. Етті ыдысқа саламыз. Үстінен 2 жұмыртқаның сарысын, 2 ас қасық крахмал, 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка және 5 ас қасық соя соусын қосып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Пиязды жарты сақиналап тураймыз. Бұрышты жолақшалап тураймыз. Сарымсақты ұсақтаймыз. Қазанды қыздырып, үстіне 50 мл май құйып, етімізді салып, 10-15 минут қуырамыз. Суы тартылып, майы шығу қажет. Үстіне пиязды салып 5 минут қуырамыз. Сарымсақты қосамыз. Үстіне бұрышты саламыз. Ұсақтап туралған кинзаны, және күнжіт дәндерін қосып, асымызды 15 минут баяу отта бұқтырамыз. Гарнир үшін 30 мл май құйып, жуылған күрішімізді салып, араластырамыз.
үстіне 1 шай қасық тұз қосамыз. Күріштің үстіне қайнаған су құямыз. Күрішімізді 5 минут қатты отта қайнатып, 5 минут баяу отта ұстаймыз. Күріштің үстіне 150 грамм консервіленген жүгерін салып араластырып, 5 минутқа қалдырамыз. Асымыз дайын, өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.